Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі қозғайтын тақырыбым өте ауырлау тақырып бұл. Не үшін ауыр деп айтамын? Қазір мен осы нені баяндаған кезде маған көптеген негатив комментарийлер жазылатынын білем. Не үшін жазады? Себебі олар дінді жақсы түсінбегеннен кейін біздің барлық немізді дұрыс деп ойлай береді. Арамызды, басқамызды. Мен осыны діни тұрғыдан түсіндіріп беруге келіп жатырмын. Мен ешқандай не емеспін, салаф емеспін, вахабист емеспін. Мен кәдімгі дәстүрлі муфтияттың берілетін ұстаздардан сабақ алған адаммын. Осы жөнінде мен діни тұрғыдан айтып кетейін. Ол рәсім бізде отқа май құю деген. Келін келген кезде отқа май құйдырып, оған отқа сәлем салдырып жатады. Міне осы рәсім қайдан қалғанын айтып беруге жатырмын. Бұл көне түркілер дәуірінен қалған дүние бізде. Исламға дейінгі, асын белгілеп қойыңыздар, исламға дейінгі кездегі бар нәрсе бұл көне түркілерде. Қазір бұл ойымда, мен оны тарихшымын өзім, сондықтан да оны еті бұрыннан да білетін. Бұл жаңағы исламға дейінгі дәстүр ғой, рәсім, көптеген халықтарда бар, отқа сыйынудың элементтері ол көп халықтарда бар екен. Соның бірі ғой деп мен сөйтіп жүретін. Осы ойымды қазір нақтылай түсу үшін мен бір оқиғаны айтып берейін. 2014 жылы Саха Республикасы деп айтамыз ғой, қазір орыстардың айтуымен якуттар, солардың делегация келді Шымкентке. Мен соларды күтіп алдым. Сол делегацияның басшысы бар, ақсақалы, яғни Саха деген біздің ағайындар ғой, түркі ағайын, мұсылман емес ағайындар. Соларды күтіп алдық, біздің жаңағыдай тарихи мәдени жерлерімізді арладық, көрсетіп жүргенде әңгімелестік. Олардың дәстүрлерімен әңгіме қылып, сонда олардың бір айтқаны: бізде кормление огня деген бір рәсім бар деп айтты ол. Яғни біздің бабаларымыз деді, отқа қымыз шашатын дейді, отқа қымыз шашып береді дейді. Қазір бізде қымыз жоқ, біз 100 грамм арақ шашып береміз деп қояды. Бұл кормление огня деген біздің ритуал дейді, сондай бар дейді. Қарап отырсаң, мен соны ойлап отырмын, мынау кәдімгі біздің отқа май құю ғой дедім мен сол кезде. Соны енді біраз ізденіп көрсем, басқа халықтарда бұл бар дәстүр екен. Кейбір халықтарда отқа нан тастайды екен. Әйтеуір бұның ар жағында жаңағыдай отты сыйынатын кезінде құрбандық, құдайларына құрбандық шалудың бір сондай бір элементі бұл. Мен енді осыны қарасаң, біздің қазақтың жеріне зарастризмде келген. Толық емес, бірақ ішінара бізде келген зарастризм дінінде. Оның да бізде нелер қалған элементтері. Сол қазір өздеріңіз тексеріп көріңіздер, сенбесеңіздер, зарастризм дінінде осы отқа май құю деген оларда да бар екен. Тіпті Қытай халықтарында да бар екен. Ежелгі Қытай халықтарында осындай отты осылай құрметтеп оларға жасайтын ритуалдар бар. Ол Африка халықтарында да бар екен осындай дәстүрлер. Сондықтан ол жалғыз біздің ғана неміз емес, рәсім деп алуға болмайды. Бұл енді бұрынғы уақытта отты қасиетті, от деген бізге алғашқы тайпалардың кезінде от өте маңызды болғандықтан отты бір құдірет деп қабылдаған. Содан қалып қойған көп халықтарда бар нәрсе екен ол. Сондықтан да қазір енді бұл амалды біз дін тұрғысынан айтайын. Дін тұрғысынан бұл дұрыс емес амал. Егер маған сенбесеңіздер, кез келген имамнандардан, кез келген емес, білім бар имамнардан сұрап көріңіздер, осы қаншалықты дұрыс деп. Оны сіздерге айтып береді. Сондықтан да осыны былай тексеріп, жан-жағын біліп барып комментарий жазсаңыздар. Негатив жазатын, әсіресе тәңіршілдер көп арамызда, мен аңдып жүріп жазатындар. Соларға айтарым, сіздер соқпай қойыңыздар, менің неме ешқандай комментарий жазбай қойыңыздар. Сіздердің маңызды емес пікірлеріңіз мен үшін ешқандай маңызы жоқ. Тек қыстырылып бір нәрсені жаза бермеңіздер. Ал басқаларға айтарым, бірінші жан-жақты зерттеп, сұрастырып, сосын барып жазсаңыздар деймін пікірді. Осы туралы енді дұрыс пікірде болыңыздар. Мен білгенімді айту мен үшін парыз. Аман болыңыздар.